Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Жаңадан шыққан видеоларымды бірінші болып көру үшін арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді қызыл ірімшіктің жасау жолымен бөлісетін боламын. Әсіресе қазір ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арнап дастарханыңызға салсаңыз, дастарханыңыздың көркін ашып қана қоймай өте дәмді болып шығады. Ең әуелі сүтті қазанға құйып, оттың астын қосамыз. Оттың қызуы ең қатты қызуында тұр. Қазанның түбі қалың. Біздің қазір ірімшіктеріміз күйіп жабысып қалмайтындай қазан болу керек. Мендегі осы нәтиженің сүті табиғиға жақын болғандықтан нәтиженің сүтін қолдандым. Қолдың сүті болса тіпті жақсы болып кетеді. Енді сүт қайнай бастаған кезде айран қосамыз. Міндетті түрде сүт қайнай бастаған кезде айран қосып араластырып жібереміз. Айран менде Ренмилктің айраны, Ренмилк немесе нәтиже айранды да табиғиға жақын қылып қосқаныңыз дұрыс. Әрине, егер сізде қолдың айраны болмаса, дүкеннің осындай табиғиға жақын айрандарын қосқаныңыз дұрыс. Енді біршама уақыттан кейін біздің айранымыз бен сүтіміз реакцияға түсіп осылай іри бастайды. Егер сізде сүтіңіз бұлай ірімесе, онда тағы да кішкене айран қосып жібергеніңіз дұрыс болады. Менде 2 литр сүтке мен 200 грамм айран қостым. Егер сізде 4 литр сүт болса, 400 грамм айран қосқаныңыз дұрыс болады. Енді тағы да қазанның қақпағын жауып 2 сағатқа ірімшіктерімді қайнатамын. 2 сағаттың бірінші сағатында оттың астын қатты қызуға қойдым, ал екінші сағатында орташа қызуына қойдым. Осы уақытта біздің қазанымыздың қақпағы жабық тұруы керек. Сол қатты қызумен біздің ірімшіктеріміз сарғаятын болады. 2 сағат мен солай пісіріп алдым. Бірақ осы 2 сағат уақыт аралығында міндетті түрде қазаныңыздың қақпағын ашып қарап тұрыңыз, араластырып, түбі жабысып қалмапты ма тексеріп тұрғаныңыз дұрыс болады. Мінекей мен бір араластырып жібердім. Мынандай кішкене сәл ғана түбі жабысайын депті. Енді осы ірімшігіме мен 2 литрлік сүттен жасалған ірімшікке мен 100 грамм қант қостым. Егер сіз тәтті болғанын қаласаңыз, 200 грамм қант қоссаңыз болады. Қантты міндетті түрде 2 сағат қайнатып алған соң қосасыз, және қазанның қақпағын жауып, мен тағы да 2-нен 1,5 сағатқа оттың ең баяу қызуына ірімшіктерімді бұқтырып қызарғанша пісіріп алдым. Міне менде 2 сағаттай уақыт өтті, тағы да баяу отта тұрды. Менің ірімшіктерім осылай қызарыпты, көксулары тартылып қалыпты, міне аз ғана қалыпты. Егер сізде қатты тартылып жататын болса, көксуы сәл су қосып жіберсеңіз болады. Ірімшіктерді дәл осылай марылға не орамалға сүзіп алыңыз. Суын сорғытатын боламыз. Қазір әбден ірімшіктерді суынан ажыратып, толықтай кептіретін боламыз. Қолмен ұстағанда абай болыңыз, біздің ірімшіктер өте ыстық болып тұрады. Енді осы ірімшікті біздің жақта бұны кепсер дейді. Кепсердің ішіне салып, үстін тәлеркемен басамыз. Кейбір жақтарда кәкпір дейді. Кепсер болмаса, бұндай сетка бір ыдысқа қойсаңыз болады. Кепсерімнің көлеміне қарай кішірек тәлеркемен үстін бастырып, оның үстіне 2 литрлік суды қойып қойдым. Бөтелкеге құйып, банкіге құйып осылай 2 литр сумен бастырып қойсаңыз болады. Немесе ауыр бір затпен бастырып қойғаныңыз дұрыс болады. Кем дегенде 7-8 сағат үстінде ауыр затпен ірімшігіміздің суы сорғып осылай тұру керек. Мен түнде жасап, таңға дейін ірімшікті осылай толықтай суын сорғытып қойып қойдым. Түнде қойып қойған ірімшігім менің жақсылап кеуіп, артық сулары кетіп, өзінің формасын күшті сақтап тұр екен. Енді осы ірімшікті өз қалауыңыз бойынша 4 бұрыштылап немесе 3 бұрыштылап осылай кесіп шықсаңыз болады. Осымен біздің өте дәмді қызыл ірімшіктеріміз дайын. Әсіресе қазір келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арнап дастарханыңызға жасап, қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Сатып алғаннан гөрі бәрібір өзіңіз қолдан дайындағанға жетпейді. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!